Момынбай мен жеті қарақшы. Ертеде өз еңбегімен дәулет құрған Момынбай деген кісі болған екен. Момынбай асқан жуас, өтірік сөйлемейтін, қарып қасыр, жетім жесірге рақымды жақсы адам екен. Сол елде сонымен қатар дүниені құртқан, ұрлық, қарлық, зұлымдықпен аты шығып, жеті қарақшы атанған жеті қу болған екен. Күндерде бір күн бұл қарақшылар өзді-өзі сөйлеседі. Момынбай малын баққаннан басқа ешбір кәсіп қылмайды. Сонда да оның дәулеті күннен күнге арта береді. Біз қанша азаптанып тырыссақ та дәулетіміз еш артпайды. Қой, не қылсақ та амалда осы Момынбайды құртып, дәулетін олжағылайық деседі. Осылай уәде байласып жөне келсе алдап, жөне келмесе ұрлап, 2-3 жылдың ішінде қарақшылар Момынбайдың азды көпті дәулетін құртып жоқ қылады. Момынбай дәулеттен айырылып кедей болған соң, оның бұрынғы жоралары, ағайындары бірге отырған көршілері мұны тастап көшіп кетеді. Сөйтіп, Момынбай дәулетінен ағайын туған, дос-жараннан айырылып, қара лашық үй тігіп, жалғыз үй қалады. Лашықтың іші толған жас бала, кемпірі болса ауру, мал атаулыдан қалған жалғызақ көкесек. Күндерде бір күн Момынбай көкесегін мініп, жеті қарақшылардың ауылына қарай жүреді. Ауылға жақындап келгенде, қалтасындағы 3-4 күміс теңгелерін есегінің құйрығына қыстырады. Сонан соң ауылдың желкесінде төбе тамаша қылып отырған қарақшыларға келіп амандасады. Момынбай, мал басың аман ба? Жолың болсын. Қай жаққа барасың? Дейді қарақшылар. Шүкір, басым аман, малым аман ба? Деп несін сұрайсыңдар? Бәрін өздерің жиып алдыңдар ғой. Міне, менің енді бала шағама қорек қылатында түк ауқатым болмаған соң ел аралап, іс табылса еңбек етуге келе жатырмын дейді де қош айтысып, Момынбай жөніне жүре береді. Бұлай шыға бере қарақшыларға байқатпай, қолындағы бізбен есегін сауырға шаншып қалады. Біз жанына батқан соң есек құйрығын көтеріп қалғанда, баяғы күміс теңгелердің біреуі түсіп қалады. Тағы бір теңге түседі. Сөйтіп есектің құйрығындағы күміс теңгенің бәрі де жерге түсіп қалады. Момынбай байқамаған болып артына қарамастан жүре береді. Қарақшылар есектен күміс теңге түскенін көріп таң қалысып тұрады. Бұл не ғажап іс? Мұның мәнісін білу керек деп ертеңіне бәрі аттанып Момынбайдың үйіне келеді. Момынбай, кеше сен бізбен қоштасып кете бергенде есегіңнен күміс теңгелер құйылып қалды. Мұның мәнісі қалай? Жасырмай расын айтшы дейді. Баяғы малымнан қалған жалғыз көкесек, осының арқасында үй ішім аш-жалаңаш болмай отыр. Бұл есектің қасиеті сол, сұлы жеген күні ділдә түседі дейді. Қарақшылар мұны естіп таң қалысып шетке шығызып кеңеседі. Мұның сол жалғыз есегін ұрлап алғанымыз мақұл болмас. Қанша болса да ақша беріп, есекті сатып алайық. Берген ақшамызды тез-ақ өндіріп аламыз ғой, дейді. Момеке, есегіңді бізге сат дейді. Момынбай, бала шағам ауқат қылып тұрған жалғыз есегімді сатпаймын десе де қоймай, көп тілдә беріп есекті алып қарақшылар ауылына қайтады. Ертеңінде есекті апарып әбден тойғызып, мұның өнерін көрейік деп қарақшылар бәрі жиылып есекті жығады да 4 аяғын қатты байлайды. Есектен түскен алтын шашылмасын деп бір-екеуі қап тосып тұрады. Қалғандары қолдарына бір-бір ағаш тоқпақ алып, есектің ішін тоқпақтай бастайды. Арпаға тойған есек тоқпақтан өліп кетеді де, олар қабын ұстап үйіне қайтады. Момынбайдың алдағанын біліп, кек алу үшін ертеңіне қарақшылар Момынбайдың үйіне қарай жүреді. Момынбай бұлардың келе жатқанын көреді. Есек сатып алған көп ділдәнің қалғанын қойдың шегіне толтырады да кемпірдің мойнына байлайды. Қарақшылар үйге кіре бергенде, сен есіктің бір жағынан шыға қаш. Мен қолыма пышақ алып, балағаттап сені қуайын. Сен қашып барып жығылған бол. Мен сені пышақпен бауыздаған болармын. Мойныңдағы шектен қанағар. Сен қорылдап өлген болды қал. Біраздан соң мен қара сыбызғымды тартып сені жұлмалап, не қылып жатырсың тұр деп басыңны тепкен болам. Ой, қатты ұйықтап қалыппын ғой деп ұшып тұра кел дейді. Сол екі арада қарақшылар келіп аттарын байлап үйге кіре бергенде кемпір есіктің екінші жағына шыға қашады. Момынбай ашуланған болып кемпірдің артынан қуа шығады. Кемпір қашып барып жығылады. Момынбай артынан барып қолындағы пышағыменен жығылып жатқан кемпірді бауыздап жібереді. Кемпірдің тамағынан қан ағып қорылдап өліп қалады. Момынбай үйге қайтып келіп ашуланған болып отырады. Қарақшылар мұны көріп, Момынбаймен сөйлесуге бата алмайды. Біраздан соң Момынбай ашуы тарқағандай болып, керегенің басында тұрған қара сыбызғын алып, тартып өліп жатқан кемпірді
Не қылып жатырсың? Тұр! Деп басынан тепкен болады. Кемпір тіріліп, ой, қатты ұйықтап кеткен екенмін ғой, деп ұшып тұра келеді. Қарақшылар мұны көріп таң қалысып, Момынбай, бұл не ғажап іс? Деп сұрайды. Мұнда ғажап іс жоқ, бәрі мынау сыбызғының қасиеті. Әртүрлі күйді ойнап, өлген кісінің басына тепсең ұшып тұра келеді, дейді ол. Қарақшылар бұған таң қалысып, Момеке, осы сыбызғыңызды сатыңызшы, деп жабысады. Ата-бабамнан мирас болып қалған жалғыз сыбызғыны да маған көп ұсындыңдар ме? Сыбызғымды сатпаймын, дейді Момынбай. Қарақшылар жабысып қоймайды. Ақырында көп тілдә беріп сыбызғыны сатып алып, ауылдарына қайтады. Үйлеріне келсе бәрінің де әйелдері ауылға кіріп кеткен екен. Бұлар әйелдеріне қатты ашуланып, барған жерлерінен тауып алып, бәрі де әйелдерін бауыздап тастайды. Соңынан сыбызғыны тартып тірілтіп аламыз ғой, деп ойлайды. Біраздан кейін біреуі сыбызғыны тартып келіп, әйелін басқа тебеді, ол тұрмайды. Екіншісі келіп әйелін басқа тебеді, тұрмайды. Үшіншісі келіп тебеді, ол да тұрмайды. Сөйтіп жетеуі де әйелін өлтіріп алады. Момынбайдан тағы алданғанын көріп қарақшылар ыза болып, Момынбайды тірі қоймауға бел байлайды. Бұл екі арада Момынбай кемпіріне, жеті қарақшыға мен де қолымнан келгенімді қылдым. Енді олар маған мейлінше өшікті, өш алмай қоймас. Мен азық түлігімді, төсек орнымды алып, анау үлкен жолдың үстіндегі қара молаға барып жатайын. Кеш сайын үйге келіп жүрермін. Егер қарақшылар мені сұрап келсе, сен жылаған болып, 3-4 күн болды қаза жетіп дүниеден қайтты. Моласы анау тұрған дегейсің, деп кемпіріне үйретіп, Момынбай азық түлігін төсек орнын алып, баяғы жол үстіндегі қара моланың ішіне кіріп жатады. Мұнан соң бірнеше күн өткеннен кейін қарақшылар Момынбайдың үйіне келсе, қара киініп, шашын жайып, бетін жыртып, даусын салып, жылап отырған кемпірді көреді. «Ей, бәйбіше, не болды?» деп сұрайды. «Тәңір әуелі жарлы қылды, еңбек етіп мал жиналды. Одан сансыз малды, санаусыз қазынамды алды. Ақырында қойнымдағы байымды алды. 3-4 күн болды қаза жетіп, шалым дүниеден қайтты. Моласы анау, үлкен жолдың үстіндегі қара мола», дейді. Мұны естіп қарақшылар, «Қап, тірісінде өшімізді ала алмай қалдық-ау», деп көп өкініп ауылдарына қайтады. Бір күні жеті қарақшы бір керуенді талап, көп алтын, күміс олжа алып үйлеріне қайтып келе жатып, нақ Момынбайдың моласына келеді. Қарақшылардың біреуі, «Мынау Момынбайдың моласына кіріп олжамызды бөлісіп алсақ қайтеді», дейді. Қасындағылары мұны мақұл көріп, бәрі де аттарынан түсіп, қап-қап алтын күмісті алып молаға кірсе, Момынбай төсекте жатыр екен. Бас жағында бір сабақ қымыз, табақ піскен ет тұр. Мұны көріп қарақшылар, «Апырмай-ай, мынау Момынбай иманды болып жұмаққа кірген екен. Қарашы, көрінен шығып тірі кісідей жатқанын. Ет қымыз дегенің мынау», деп ойлайды. Таң қалысып тұрып, ақырында отырып олжаларын бөліседі. Алтын күмісті жетіге бөліп қойып, «Мына бөлімді мен аламын», деп біреуі айтып, «Жоқ, мұны мен аламын», деп екінші таласып жақ болып жатқанда Момынбай, «Еш қайсыңды алмайсың, мұның бәрі де менікі», деп орнынан тұра келеді. Мұны көріп қарақшылардың есі шығып, аттарына мініп алып, алдарттарына қарамастан ауылдарына қашады. Бұлар кеткен соң Момынбай алтын күмісті жиып алып үйіне апарып береді. Қарақшылар ауылына келіп естерін жиып алған соң, «Бұл Момынбай тірісінде бізге қанша қорлық көрсетіп еді. Енді өлгенде де тек жатпай, қаншама олжамызды алып қалды. Мұнан қайтсек де өшімізді аламыз», деп кеңеседі. Сонда біреу тұрып, «Ең болмаса моласын қорлайық», дейді. Бәрі де мұның айтқанын мақұл көріп аттарына мініп, Момынбайдың моласына қарай жүреді. Момынбай бұлардың не оймен келе жатқанын сезіп, моланың ішіне от жағып төбедегі тесікке таяп, «Мә бәлем саған», деп құйрығын түртіп отыра бергенде, Момынбай қызарған істік темірді басып алады. Қарақшы зәресі кетіп, артын қолмен басып моладан тұра қашады. Бірақ ол қасындағыларына құйрығына таңба басылғанын сездірмейді. Екінші қарақшы келіп отыра бергенде, Момынбай оның да құйрығына ыстық темірді басып алады. Сөйтіп өш алуға келген жеті қарақшы құйрықтарына таңба басқызып ауылдарына қайтады. Қарақшылар кеткен соң Момынбай нәрселерін жинап алып үйіне келіп, баяғыдай шаруасын істеп тұра береді. Момынбай өліп тіріліпті деген хабар тез-ақ елге жайылып, ақырында ханның құлағына тиіпті. Хан мұны естіп қайран қалып, Момынбайды шақыртып алады. «Ай, Момынбай, сен өлді деп естіп едім. Сен қалайша тірілдің?» дейді.
Тақсыр, менің өлгенім рас еді. Артымда жесір қатын жетім балаларым, қанша малым, ашынам, 7 құлым қалып еді. Сол құлдарым жетімдердің сөзін тыңдамай, зорлық зомбылық көріп жылаған соң, жасағаның сол жетімдерге рақымы түсіп, мен тірілдім дейді. Хан мұны естіген соң таң қалып, құлдардың қылған ісіне қатты ашуланып, Момынбай, сен ол құлдардың осы күні қайда екенін білесің бе? Дейді. Білемін Тақсыр, деп баяғы 7 қарақшыны алғызады. Сендер жетімдерге неге зорлық қылдыңдар? Деп хан қақарлана бастайды. Тақсыр, біз ешкімге зорлық қылғанымыз жоқ, және ешқашан құл болған емеспіз, деп қарақшылар безектейді. Тақсыр, мен жаңылсам жаңылған шығармын. Менің құлдарымның таңбасы бар еді. Егерде бұларда таңба жоқ болса, бұлар менің құлым болмағаны, дейді Момынбай. Сенің құлдарыңның таңбасы қай жерінде еді, дейді хан. Менің құлдарымның істік темірмен салған құйрықтарында таңбасы бар, дейді Момынбай. Хан дереу қарақшыларды шешіндіріп қараса, Момынбайдың айтқаны рас екен. Сонан соң хан 7 қарақшыны мал жаныменен Момынбайға бұйырып беріпті. Сөйтіп Момынбай дұшпандарын жеңіп, мақсатына жетіпті. Оқыған Өтеуов Еркебұлан Серікұлы.